Сәлем достар, бұл Кастер Шоу каналы. 2017 жылы шыққан iPhone 10 ұстағаныма 1 жылдан асты. Енді iPhone 11, iPhone 11 Pro және iPhone 11 Pro Max шығып еді. Айырмашылығын білгім келді. Сіздерде iPhone 10 мен iPhone 11-дің айырмашылығын білгіңіз келсе, аяғына дейін қараңыздар. Сыртқы дизайннан бастайық. 10-дікі 5:8, 11-дікі 6:1. Кішкене қалыңырақ, кішкене үлкенірек және 20 граммға ауырлау. Батырмалары өзгермеген, тура сондай батырмасы, тура сондай динамигі. Түстер жағынан, егер 2017 жылы қара мен ақ бояу болса, 2019 жылы әртүрлі бояулар кепті. Қызыл, жасыл, ақ, қара, көгілдір түстері әртүрлі. Экранын қарайтын болсақ, 10-да Super AMOLED, 11-де ескі IPS экранын салды. Көп адамдар әртүрлі айтады, ол артықшылығы да бар, кемшіліктері де бар. Енді бұлай көзге қатты көрінбейді, көз ауыртады деп. Арт жағында 2 камерасы бар, екеуі де 12 мегапиксель. Бірақ 11-дің артықшылығы бұда кең бұрышты фото түсіре алады. Және қараңғыда да жақсы түсіреді. iPhone 11-де алғашқы рет 12 мегапиксельді кең бұрышты линза қолданған. Және мына салыстыру арқылы сіз айырмашылығын көресіз. Үлкен аймақты бір жерден түсіріп аласыз. Фотоға түсіргенде сіз жақтаудың ар жағындағы көріністі кең бұрышты линзамен ала аласыз. Қараңғыда да жақсы көрініс алуға болады. Ашық, анық сурет шығады. Кең бұрышты линза арқылы видео түсіруге де ыңғайлы. Бір жерден екінші жерге көшу оңайырақ. Мына видео толық iPhone 11-мен түсірілген. Қараңыздар. Бұрынғыдай орын ауыстырмай операторға да ыңғайлы. Алдыңғы фронталды камерасында, егер ескісінде 8 мегапиксель болса, жаңасында 12 мегапиксель артықшылығы байқалады. Енді ішкі миына кіретін болсақ, екеуінде процессоры Bionic, бірақ ескісінде A11, жаңасында A13. Жаңа процессор туралы міндетті түрде айту керек сияқты. Бұрынғы модель iPhone XR A12 Bionic процессоры басқалардан күштілеу болса, iPhone 11-де A13 Bionic процессорын одан да күшін арттырды. Сонымен ол қазіргі уақытта ең тез процессор болып табылады. Ішкі жады екеуінде 64 және 256 болады. Операциялық жады бұда 3 болса, мынада 4. Бәріміз үйреніп қалған Antutu сайты бойынша екеуінің күштерін салыстыратын болса, сонда iPhone 10-ның көрсеткіші 240 мың болса, iPhone 11-дікі 377 мыңды көрсетіп тұр. Сонда күшін салыстыратын болсаңыз, мына 11 кейінгі смартфон ескісіне қараған кезде 1,5 есе күштілеу. Сим-карта жағынан екеуінде бір сим-карта салынады, бірақ 11-де eSIM деген электронды сим-карта қойып орналастыруға болады, бірақ олар SMG-де әлі жұмыс істемейді. Сол үшін оны артықшылыққа санамай қояйық. Ал енді көптен күткен аккумулятор жағынан қарайтын болсақ, жаңасында 3100 мАч, ескісінде 2700. Сонда процентпен салыстыратын болсаңыз, жаңасы 15%-ке артық. Екеуі де судан қорықпайды. Егер ескісі 1 метр тереңдікте жарты сағат шыдаса, жаңасы 2 метр тереңдікте жарты сағат шыдайды. Сонда ол IP67, мынау IP68. Сонымен қорытындылайтын болсақ, iPhone 11 мен iPhone 10-ның айырмашылығы бір 15%-ке деп күшейткен десе де болады. Өйткені
үлкендігі, салмағы, суда шыдайтын уақыты, тереңдігі, камерасы бәрі 15%-ке жақсартқан. Егер алам ба, алмайын ба деген ой туатын болса, менің ойымша әлі ауысу ерте сияқты. Егер сізде iPhone 10 болатын болса, iPhone 11-ге ауысуға тырыспаңыз. Бас салып жүгіріп ауысу керек емес сияқты. Мүмкін Pro Max-қа ауыссаңыз болады. 2017 жылы шыққан iPhone 10, 2019 жылы шыққан iPhone 11 арасында әлі XS деген бар, ол 2018 жылы шыққан сонда. Осымен тез арада осылай салыстырғым келді. Өзім үшін, сіздер үшін пайдалы болса, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Тоқтаңыз, ең қызығын айтып ұмытып кеттім. Егер сіз арзанға iPhone 11 64 гигабайттық алғыңыз келсе, біздің сайттан ала аласыздар. Бағасы 305 мың теңге, доставкасымен және гарантиясы 1 жыл. Енді болды. Осымен тез шолуым аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді жазыңыз. Тоқтаңыз. Ең бастысы.